Сәлем достар, жаздың ыстық күнінде ерімейтін мінсіз, тек ауызға салсаң еритін ерекше дәмді шоколадты торт суфле пісірейік. Алдымен шоколадты бисквит пісіріп алайық. Жұмыртқа, қант және тұзды миксермен 4-5 минут шайқаймыз. Тек сонда ғана бисквиттің көтеріліп пісуіне қол жеткіземіз. Ұн, какао және қопсытқышты өзара араластырып, електен өткізе отырып, алдымен бірінші жартысын жұмыртқалы массаға қосамыз. Сүт пен май және құрғақ ингредиенттердің екінші жартысын қосып, мұқият араластырамыз. Диаметрі 18 см формаға салып, алдын ала 180 градусқа қыздырылған пеште 10-12 минут пісіреміз. Бисквитімізді пергаменттен босатып, толық суытып, қайтадан формаға саламыз. Жиегіне ацетат пленкасын немесе қарапайым кеңсе файлын қолдансаңыз болады. Желатинді суық сумен араластырып 15 минутқа қалдырамыз. Сүт пен қантты кастрөлге құйып, қант ерігенше қыздырамыз. Ыстық сүтке ісінген желатинді салып, толық араластырамыз. Осы сұйық массаға бірден сүзбені және еріген шоколадты қосып, блендермен біркелкі араластырамыз. Майлылығы 33%-дан кем емес кілегейді алдымен миксердің баяу, кейін жоғары жылдамдығына ауыстыра отырып шайқаймыз да, оны да сүзбелі массамызбен біріктіреміз. Содан соң бисквиттің үстіне біркелкі орналастырып, 6 сағатқа тоңазытқышқа тортымыз толық тұрақтанғанша салып қоямыз. Көрсетілген уақыт өткеннен кейін өз қалауыңызша жеміс-жидектермен не болмаса какао ұнтағын сеуіп безендірсеңіз болады. Назарларыңызға рахмет, келесі жүздескенше.